Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге тауық етін духовкада пісіретін боламын. Өте оңай, кешкі ас немесе түскі асқа жасасаңыздар болады. Өте оңай рецепт, дәмі ерекше. Ең алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып алып, 3 ас қасық сұйық май құямыз. Ингредиенттер описание бөлімінде. Соевый соус 1 ас қасық қосамыз. 2 ас қасық кетчуп қосамыз. Және 2 ас қасық майонез. 3 дана чесногымызды, 1 шай қасық тұз саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрышымыз саламыз. Қышқыл болып кетпес үшін 1 шай қасық мьотымызды қосамыз. Половина лимон қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тауық етімізді бірінші этапта жақсылап маринадтап, бетін жабып қоямыз. Тауық аяқтарымыз маринадталғанша көкөністерімізді турап аламыз. Бірінші сәбізімізді бейнедегідей осылай думалақ қылып турап аламыз. Картошкамызды осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Шілей жұқа қымаймыз. Духовкада піскенде қытырлақ болып қалмау үшін. 1 дана пиязымызды қарапайым тамаққа турағандай турап аламыз. Барлық көкөністерімізді турап алдық. Үлкен ыдысымызға салып, дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. 1,5 чай қасық тұз саламыз. Куркума, картошкамыз сары түс болып тұру үшін қосамыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Қара бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Духовкамыздың листіне көкөністерімізді жайғастырып саламыз. Тауық аяқтарын шетінен салып аламыз. Қалған соустарын құйып шығамыз. Маринадталған соусты. Пальгамен бетін жауып, алдын ала қызып тұрған 190 градустағы пешімізге 60 минут салып пісіріп аламыз. 60 минут тұрды, пальганы алып тастап, және 30 минут пісіріп аламыз. Сонда беті қып-қызыл болып, әдем болып пісіп шығады. Сочный болады әрі. Көкөніс пен тауық етіміз дайын болды. Барлық уақытты қосқанда 90 минутта дайын болды. Ас болсын, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналға тіркеліңіздер.